Қайсы бір дорларда дүйнөнің бір четінен екінші четіне көш баштап, ал көш жолында ечен елдерді ершітіп, жер қотортып, елдердің ұлы көчін ұйыштырған мұна ушул қырғыз менен қазақтың түпкі тегі болған дешет. Алатоодон сапарын қарытқан аламға құлачын жайған дүйнөлүк көчмөндөр ойындары қырғыз елі негіздеген. 2014 жылы өткөрүлүп, ал жерде көчмөндөр маданиятын даңктап барктоого сапар алған. Орматтуу қырғыз қазақ елінің ортосындағы телегөпірі башталды. Саламатсыздарбы? Арваңыздар қырғызым, есенсіздербі қазағым. Ободо эл аралык Қошқанат теледолбоору, Бишкек жана Астана студиялары. Бүгін біз Қазақстанда өтө турган 5-ші дүйнөлүк көчмөндөрдүн алдында туруп, мына ушул көчмөндөр ойындары тууралуу кеп кылабыз. Ал эми азыр болсо, кеп кезегин Астана студиясына узатабыз. Армысыздар, Қошқанат жобасының көрөрмендери. Амансыздар ба, ғизатты қырғыз ағайын. Астана студиясы сіздермен байланыста. Құрметті көрермен, ұлы дала дүбіріне арналып отырған Қошқанат халықаралық жобасын ашық деп жариялаймыз. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары байырғы түркілерді мәдени және рухани тұрғыдан жақындастырып қана қоймай, даналығы мен дәстүрін, мәдениеті мен өнерін жаһандық негізде насихаттауға мүмкіндік беретін ұлы жарыс. Бұған дәлел 2014, 2016 және 2018 жылдары алғашқы ойындардың Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласында 2022 жылы Түркияда өткендігінен көре аламыз. Биыл міне президент Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен дүбірлі доданың Астана төрінде өтуін айтулы мереке деп білеміз. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын дайындау және өткізу дирекция басшысының орынбасары Мұратбек Сұлтанбекұлын ортаға шақырамыз. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Енді өзіңізбен сұхбатымызды бастамас бұрын әуелі қырғыз ағайындарға бір сәлем жолдап қойсаңыз. Ассалаумағалейкум, қырғыз ағайындар, қырғыз бауырларымыз, өздеріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош көрдік. Қош көрдік барлықтарыңызды. Өзіңізбен әңгімемізді өрбітпес бұрын қырғыз әріптестерімізге кезек беріп алсақ, бүгін біз қырғыз студиясында қонақта кімдерді көреді екенбіз? Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Чоң рахмат, бүгүнкү эфирге болгон даярдыктар эң мыкты, анткени алдыда бүтүндөй кыргыз эли жана ошондой эле көчмөндөр маданияты күтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна болгон биздин сапарыбыз жана ошондой эле даярдыктар дагы мыкты. Андыктан сиздер менен эфирден жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Талгар толкун, дагы бир сиздерге салам айталы. Анда мына эми бизге кезекти берип калдыңыздар. Биз болсо эфирибизди улантып, студияга келген коноктор менен сиздерди тааныштыралы. Албетте, мына ушул көчмөндөр оюндарын уюштурууда көп бир эмгекти мойнуна алган, жоопкерчиликти мойнуна алган Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени 4 жолу өтүп жаткан учурда мына ушул министрлик өзүнө чоң жоопкерчиликти алып ушул күнгө чейин уюштуруп келе жатат.
Эми албетте көчмөндөр оюндарындагы негизги бөлүктү спорт оюндары түзгөндүктөн биз студияга конокторду чакырганбыз. Анда мына ошол мырзаларды студиябызга чакырып алалы. Дене тарбия жана спорт департаментинин директордун орун басары Токтоналиев Самат Садыкович, Дене тарбия жана спорт департаментинин жогорку спорт бөлүмүнүн башчысы Абдрахманов Тилекмат Шаршеналиевич бүгүн бизде конокто. Hoş geldiniz. Buyurun abiniz. Енді 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындықтарымыз қалай? Осыдан бастасақ сөз басын. Енді дайындық өз кезегі бойынша жүріп жатыр, өз жоспарымен жүріп жатыр, барлық бағыт бойынша жүріп жатыр. Спорттық инфрақұрылымдардың осы көшпенділер ойындары аясында күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп жатыр. Атап айтатын болсақ, Қазанат атшабары кезінде 2600 көрермені бар жаңағы ипподром болатын болса, қазір осы көшпенділер ойындарына 10 000 көрермені бар, халықаралық талаптарға сай, сондай үлкен бір ипподромға айналып жатыр. Одан кейін мынау көшпенділер ойындарының ең қызықты бағыттарының бірі ол ашылу салтанаты, өздеріңіз білесіздер. Ол мынау біздің Астана Арена стадионда өтеді. Ол жерде күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп жатыр. Осы тамыз айының 20-сынан кейін толық дайын болады деп бізге айтып жатыр. Сондықтан да барлығы өзі жоспарымен, кезеңімен жүріп жатыр. Жалпы осы көшпенділер ойындарының негізгі мақсаты қандай? Енді негізгі мақсаты біз осы күнге дейін айтып жүрміз, ұлттық мүддемізді, ұлттық құндылықтарымызды насихаттауымыз, дәріптеуіміз керек деген сияқты. Соны бір іс жүзінде осы спорт бағыты бойынша іс жүзінде осы ұлттық спортымызды бір үлкен алға қадам басып, үлкен бір деңгейге жеткізсек деген мақсатымыз бар. Сол мақсат осы дүниежүзілік көшпенділер ойындары біздің ұлттық спортымыздың бір алға бір үлкен бір серпін, қадам басу үлкен бір серпін береді. Қазіргі таңның өзінде осы ұлттық спортымызға қызығушылық артып өсіп жатқан ұл қыздарымыз, іні қарындастарымыз өте күшейіп келе жатыр, бәсекелестік күшейіп келе жатыр. Сондықтан да алға қойған мақсатымыз осы ұлттық спортымызды бір үлкен бір деңгейге жеткізу. Осы уақытқа дейін өздеріңіз білесіздер, мынау олимпиадалық спорт түрлеріне, бұқаралық спорт түрлеріне аса басты көңіл бөлініп, ұлттық спортымыз жасыратын нәрсесі жоқ, бір ақсап сөйтіп келе жатқан еді. Қазір міне қолға алынып, жаңа бір серпін алып, соның бір себебі осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының біздің елімізде өтуі. Енді осы ойындарда қандай ойындар өткізіледі? Енді 21 спорт түрі бекітілген, оның тең жартысы өзіміздің ұлттық спорт түрлері, жаңағы көкпарымыздан бастап атап айтатын болса, көкпар спорты, теңгелуіміз, аударыспағымыз, жан бату спорты, өзіміздің ұлттық күресіміз, қазақ спорты, қазақ күресі, және мынау тоғызқұмалағымыз, интеллектуальный ойындарымызда тоғызқұмалағымыз бар, құсбегілігіміз бар. Міне тең жартысы біздің өзіміздің ұлттық спорт түрлері. Қалған спорт түрлері осы халықаралық осы спорт түрлері болып саналады. Енді дүниежүзілік көшпенділер ойындары дегенде бұл 5-ші рет өткізілейін деп отырған үлкен ауқымды шара. Енді әр жылдың өзіне тән айырмашылығы болатыны сөзсіз. Биылғы жылғы көшпенділер ойындарының өзіне тән айырмашылықтары қандай? Енді өзіне тән айырмашылығы ол бірінші жаңа айырмашылығы спорт түрлері және спорт саны. Алдыңғы спорт, көбейді, 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында саны аз болған, 13 спорт түрі болған, бізде міне 21 спорт түрі. Және екінші айырмашылығы, мысалы алдыңғы тағы Түркия елінде Измир қаласында өткен жаңағы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында, бұл жерде жаңағы далада біздің күрес түрлері шатырлардың астында сондай жерде өткен. Біз осы спорт бағытқа көп көңіл бөліп, спорттық инфрақұрылымдарды өткізсек деген алға сондай мақсат қойып, сол жерде өткізіп жатырмыз. Бұл міне өздеріңіз білесіздер, Астана қаласында керемет біздің спорттық инфрақұрылымдарымыз бар. Мүмкіндіктеріміз мол ғой. Мүмкіндіктеріміз өте мол. Жекпе-жек, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек спорт сарайымыз қандай керемет, біздің сондай үлкен бір спорттық инфрақұрылымымыз. Оның жанындағы Алау мұз спорт сарайы, бұл жерде де мына осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының спорттық бағдарламасының ең көп түрі өтетін жер сол Алау мұз спорт сарайы. Сол жерде 6 спорт түріміз жерде өтетін болады.
сондықтан да осындай айырмашылықтары бар. Енді бұл дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ішінде мәдени мұраны да насихаттау негізі бағытталып отыр ғой. Бұл тұрғыда қандай Енді ерекшелігіміз бар? жалпы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бір ерекшелігі бұл 3 бағытта өтеді. Ол әрине спорт, мәдениет және ғылым бағыты бойынша 3 бағытта өтеді. Соның бір саласы ол жаңағы мәдени сала, мәдени бағыт. Ол жерде бізде мынау Қазанат ипподромының жанынан 10 гектар жерде үлкен жаңағы 10 этноауыл соғылады. Этноауыл сөзді қазақ ауыл деп айтып жатамыз. Сол жерде сол этноауылда біз бүкіл осы мәдени іс-шараға байланысты бүкіл дүниелерді өткізетін боламыз. Жаңағы біздің жаңағы өнерпаздарымыз, ақындарымыз, жырауларымыз барлығы сол жерде өздерінің өнерлерін көрсететін болады. Және біз бүкіл әлемге өзіміздің салт дәстүрлерімізді көрсететін боламыз. Ол жерде бізден бөлек мынау шетелдің біз қазір 10 елден осындай мәдени бағыттағы сондай өнерпаздарды шақырып жатырмыз. Оның бәрі бірлесе отырып тәжірибе алып осындай дүниені өткізетін боламыз. Қателеспесем, бірлік атауымен өтетін ауқымды шара бар, иә? Осы этноауыл жаңағы жоба аясында біз бірлік керуені жобасын, үлкен бір жобаны жоспарлап отырмыз. Ол бірлік керуен жобасының ең бір бастапқы мақсаты ол біз бүкіл осы қазақстандықтарды осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын сезіну, өзінің жүрегінен өткізу деген сияқты. Өйткені біз әр өңірден осы ұлттық спортқа байланысты спортшыларымызды, жаттықтырушыларымызды, осы өздеріңіз сияқты жаңағы журналист әріптестеріңізді сол осы ұлттық спортты дәріптеп насихаттап жүрген осындай қоғам қайраткерлерінің арасынан біз 10 елшіні таңдап және бір батырды таңдап осы Астанаға шақыратын боламыз. Олардың мақсаты осы Астанаға келіп, елшілердің мақсаты Астанаға келіп, қызық көріп қайту емес, одан бөлек өз өңірлеріне барған екен, сол осы дүниені 5-ші көшпенділер ойындарын ары қарай насихаттау. Үлкенінен бастап кіші ұрпаққа дейін дейді ғой, сол жерде бәрін насихаттау. Ауылдармен кездесу, мектеп оқушыларымен кездесу, соны жылдың аяғына дейін біз осы дүниежүзілік көшпенділерін ары қарай насихаттау болып табылады. Және әр өңірден осы өзінің салт, енді біз білесіздер, әр өңірде салт дәстүрімізде кішкене өзгешеліктер бар. Сол әр өңір осы керуен ретінде Астанаға келетін болады. Сол жерде әр өңір 3 киіз үйден алып келетін болады. Және өзінің жаңа бүкіл өнерпаздарымен, қол өнершілерімен, өзінің тағамдарымен, өздерінің киім үлгілерімен келіп, осы жерде бүкіл дүние жүзіне біздің салт дәстүрді көрсететін болады. Ал батырлардың бастапқы мақсаты ол жаңағы сол өңірлерінен қасиетті бұлақ көздерінен жаңағы өздеріңіз білесіз, Олимпиада ойындарының символы жаңа алау болатын болса, дүниежүзілік көшпенділер ойындарының символы ол жаңағы су болып табылады. Енді жалпы бұл дүниелердің барлығы жайдан жай өтіп жатқан жоқ. Бұның мемлекетімізге де үлкен маңызы бар екені айқын. Экономикалық тұрғыдан дейміз, идеологиялық тұрғыдан, жалпы саяси тұрғыдан болсын, бұл көшпенділер ойындарының Астанада өтуі кездейсоқ емес. Бұл бағыттағы өзіңіз игілігі қандай айта отырсаңыз? Дұрыс айтасыз. Жаңағы Астанада елімізде өтуді бұл үлкен бір жаңа басында айтып өттім ғой, біздің ұлттық спортымыз үшін өте бір үлкен маңызды шара болып саналады. Мемлекет басшысының өзінің бастамасымен осындай 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын елімізде өткізу болып шешім қабылданды. Сондықтан да біздің қазір айтып жатырмын ғой, ұлттық спортқа қатысты бүкіл жаңағы үлкенінен кішіне жаттықтырушыларымыз бар, спортшыларымыз бар. Өте жаңағы қуаныш бір сезімде. Өздеріңіз білесіз, әрбір спортты алатын болсақ, әсіресе олимпиадалық спорт түрін алатын болсақ, ол алдарына қойған бір мақсаты бар. Мысалы, олимпиада шыңына жету үшін алдына мақсат қояды, жоспар қояды. Енді осы ойындарда біздің құрама, қазақ елінің құрамасы қандай спорт түрлерінен қатысады? Барлық спорт түрлеріне қатыса ма? Барлық 21 спорт түрі бойынша біздің ұлттық құрама команда дайындық үстінде барлық 21 спорт түріне қатысады. Жалпы қанша мемлекет келеді? Жалпы қазіргі таңда 89 мемлекеттен келеді деп күтіліп отырмыз. 2000-ға жуық қатысушылар болады деп жоспарлап отырмыз. Соның ішінде енді мынау өтіп жатқан Қосқанат телекөпіріне де сөз сабақтастыра кетсек, қырғыз ағайындарымыздың осы көшпенділер ойындарындағы белсенділігі, олардың авторлық бір ұсыныстары деген секілді
солардың жүзеге асуы, біздің елмен байланысы қандай деңгейде бүгінгі таңда? Енді біз қырғыз ағайындарымыз тығыз байланыстамыз, әсіресе спорт салалары бойынша. Мынау енді барлығы асыға күтіп отырған көкпар мен көкбөрі спорты ғой. Соны қазір бүкіл қазақ елді, қырғыз елді асыға күтіп отыр. Сол ақтық сынға екі елдің спортшылары шығып, сол екі елге бүкіл, тек қана екі елге емес, бүкіл жаңағы қадағалап көріп отырған дүние жүзіне бір қызықты спорт түрін көрсетсе деп, енді біз жақында ғана сол халықаралық көкбөрі федерациясының президентімен, басқа да осы алыш федерацияның президенттерімен жолығып, сол осы дүниежүзілік көшпенділер ойындағы спорт бағдарламада жоғарғы деңгейде өткізсек деген бірлесіп сондай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Күнделікті біз байланыс үстіндеміз, күнделікті командалардың келу мәселелерін біз бірлесіп ақылдасып қадағалап отырмыз. Сондықтан да әділ өтуін, дұрыс өтуін бәріміз бірлесіп отырып қадағалап отырмыз. Ол мен қызы аттың құлағында ойнаған сондай бір рухы бекем елдің ұрпағымыз ғой. Ендеше бұл ойындардың да біздің ертеңіміз үшін берері мол деп ойлаймыз. Әрине. Жұмысымызға жеміс тілейміз. Осы дүниежүзі назарын тігіп отырған көшпенділер ойыны 5-ші өтетін Астанадағы жоғары деңгейде өтіп, осы әлемнің назары, туристердің назары елге ауа түсетіндей бір ауқымға шыға берсін. Аман жүріңіз. Бұйырса абыроймен өтсін. Студиямызға келгеніңізге қуаныштымыз. Көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта.
Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz. Қазір студиямыздың төріне ұлттық ат спорты түрлері орталығының директоры Бағдәулет Маратұлын шақырамыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз, жайғасыңыз, төрлетіңіз. Енді ұлы дала дүбіріне біздің спортшыларымыздың дайындығы қандай? Дәл қазіргі кезеңде. Ұлы дала дүбірінде дүбірлетеміз деп келіп тұрмын. Дайындық жақсы. Қазір ат спорттың барлығы Алматы облысында оқу жаттығу жиындарында жаттығып жатыр. Толыққанды аттармен. Біз енді осы ұлттық құраманың дайындығына арнайы аттар жалдаған болатынбыз. Кейбір атпалдай азаматтарымыз ат сатып алып беріп жатыр. Немесе федерацияның президенттері алып беріп жатыр деген секілді. Барынша ұлттық құрамаға, ұлттық спорттың майталмандарына жағдай жасалып жатыр. Енді ресми 11 спорт түріміз бар. Жаңағы жарыстың бағдарламасында 21 спорт түрі. Сол 21-дің барлығына да біз ұлттық құрама мүшелерін дайындап қосып отырмыз. Бас аяғы 200 спортшы біздің елдің намысын қорғайды. Дайындық жұмыстары қаңтар айынан басталып кетті. Осы қыркүйек айының 7-сіне шейін жалғасады. Енді сізбен әңгімеміз жалғамас бұрын, дәл қазір Алатаудың арғы бөктеріндегі қырғыз ағайындарға бір сәт сөз кезегін беріп көрсек. Алатауыздан башталған сапар бүгінгі күнді Астанада дүйнөлүк көчмөндөр ойындардың 5-ші рет өткөргөнү турат. Чындыгында кубанычтабыз, бүтүндөй кыргыз эли кубанып турган учуру. Ал эми биздин студиябызда бүгүн мына ушул көчмөндөр ойындарына өзгөчө салым кошуп келген Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине терең ыраазычылык билдирип, мына ушул тараптан келген биздин конокторубузга кеп сөздү уласак. Айта кетсеңіздер, ең алгач эле сурообуз, мына ушул көчмөндөр ойындарына болгон сиздердин даярдыгыңыздар кандай, спортчулардын даярдыктары кандай болуп жатат? Биз тараптан ушу Кудай буйрса алда казак боордошторубуздун жергесинде боло турган 5-ші көчмөндөр оюнуна даярдык жылдын башынан баштап эле башталган. Азыркы күндө толугу менен 29 спорттун түрүнөн курама команданын мүчөлөрүн аныктап, ошонун баарын курама команданы аныктап бүттүк. Ошондой эле аларды азыр окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп, ушу алдыда боло турган көчмөндөр оюнуна даярдыктарды көрүп жатабыз десек жаңылышпайм. Негизи эле даярдыкка канча убакыт талап кылынат? Даярдыкка эми биринчиден бул эң күчтүүлөрдү, ошо спорттун ар бир спорттун түрүнөн эң күчтүүлөрдү аныкташыбыз керек. Ал үчүн ушу Кыргыз Республикасынын чемпионатын өткөрүшүбүз керек. Ал чемпионаттан тандап ошо эң биринчи аныкталган спортчуларыбызды курама команданы аныктап алышыбыз керек. Андан кийин аларды ошо окуу машыгуу жыйыны деп коет, ошондойлорго алып барып, буларды жана усиленный подготовка деп коебуз, тренировкаларын өткөрүп, ошо алдыда келе жаткан белдештикке катуу даярданышат да буларда. Режимди сакташат, тренировкаларды өткөрүшөт. Ошо менен даярдык ушу айга чейин созулду десек болот да, себеп дегенде жазында эле, эрте жазда эле башталган тандалмалар, анан ошо тандоодон кийин уже даярдыктар өтүп, Кудай буйрса августтун айына чейин даярдык бүтөт. Андан кийин сапарга чыкканга даярданып баштайбыз. Тилекмат мырза, айтсаңыз, азыркы учурда эми көчмөндөр маданиятында канчалган окшош спорттор бар. Бирок андан тышкары дагы жаңы киргизилген спорттун түрлөрү бар экен. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Бул эми жалпысынан көчмөн оюндарынын максаты ошол биздин көчмө элибиздин тарыхын бириктирип, ошол ар бир элибиздин өзүнүн улуттук түрлөрүн киргизип кеткен. Эске сала кетсем, биз Кыргызстан жергесинде 3 жолу өткөздүк эле. Ошол биринчи көчмөн оюндары өткөзүп атканда 10 түрүнөн киргизгенбиз. Жана экинчиси өтүп атканда 20дан ашык болгон. Үчүнчү көчмөндөрдү өткөзүп атканда биз 37 түрүнөн өткөздүк. Мындай айтканда, биздин өткөзүп аткан максатыбыздын бири бул ушул көчмөн элинин спорт түрлөрүнүн баарын киргизип кеткенбиз да, жалпысынан. Толуктап койсом болот. Негизинен көчмөндөр элдеринин ушу кирип жаткан азыр ушу 5-ші көчмөндөр оюнуна да кирип жаткан спортторду мындай негизги 3 блокко эле бөлүп койсо болот да. Бул биринчиси
ошо оюндардан да игровые виды спорта деп коебуз го, ошол сыяктуу болуп көчмөндөрдө дагы оюн зоок спорттун түрлөрү деп коет. Бул ошол эле көкбөрү, көкпар, аркан тартыш деген сыяктуу ушундай оюн зоок түрлөрү. Экинчи чоң түрү бул күч сынашуу, мындайча айтканда күрөштүн түрлөрү кирет. И үчүнчү блок бул айтсак интеллектуалдык оюндар да. Ошол эле тогуз коргоо, мангала, аварий деген сыяктуу ушундай көчмөн элинин ушу 3 блоктон турган оюндары бүт толугу менен камтылган да бул жакта. Ошол көчмөндөр оюндарынын арасында кайсыл бир спорттун түрүнө бир кыйынчылыктар жаралып, балким ага чейин ойнобой жүрүшкөндүктөн, балким ага чейин бир жакшы даярдык болбогондуктан эми мейли эми жок дегенде барып катышып коелу деген спорттун түрлөрү барбы арасында? Жалпы жөнүнөн эми жана мен айтып өткөндөй эле көчмөндөр ушундай 3 чоң блокко бөлсөк деле оюндардын негизинен түпкү тамыры окшош эле. Мисалы ошол эле казак боордошторубуздун оюндары ошо көкпар, көкбөрү, тогуз коргоо, тогуз кумалак деп ушинтип эреңиш, күрөш бүт эле ошо окшошуп кете берет да. Анан кичине айырмачылыктар бар, эми ар кайсы мамлекеттин өзүнүн климатический условиясына жараша, ошол жерде шарттарына жараша кичине өзгөрүп кеткен да. Мисалы ошол эле түрк туугандарыбыздын күрөшү бар, жана ашыртмалуу аба күрөшү деген. Ал жерде деле күрөш, бирок жана жылаңач денеге май сүйкөнүп менен күрөшөт да. Ушундай түрлөрү бар да. Анан биздин спортчулар деле мындай кичине жеңилирээк подготовка менен бат-баттан осваивать этип ошол күрөштүн түрүндө ыкташып кете берет. Ушундай болуп кете берет да. Жакшы, анан быйыл негизи эле жалпысынан алганда канча спортчу бара жатат? Алардын даярдыктары кандай? Жалпысынан биз жалпы делегациябыз 268ден турат. Анын ичинде 178 спортчу. Биз жалпысынан 20 түрүнөн барабыз. Жогорку айтып кеткендей, Самат Садыкович айтып кеткендей, бул 29 түрлөр бар. Мунун ортолорунда бул ат чабыштын аралыктары бар, салбурундун түрлөрү бар. Ошон үчүн жалпысынан 20 түр спорттун түрү, бирок мындай санап келгенде 29 түрү болуп калат. Мисалы биз баягы көкбөрүн ала турган болсок, ордош казак эли менен кыргыз эли ойноп калганда ошончо баягы канча команда болсо ошол командадан бөлүнүп чыгып аягында ошо казак менен кыргыздын эле оюнуна бир көңүл бурушуп ошол оюн бүйүр кызытып калат да. Эми бул биздин илгертен бери ойнолуп келген оюн болгондуктан. Ал эми башка өлкөдөн келгендер, буга чейин көкпар же көкбөрүн ойнобой жүргөндөр кандай даярдыктарды ала алышат? Же сиздерден барып үйрөтүшүп, же балким бир алдын ала келишип, бул жактан бир даярданып анан чыгышабы? Ал жагы кандай? Бул негизинен жана оюн зоок спорттун түрлөрү да бул өтө кызыктуу болот да. Ошон үчүн муну көрө турган адамдар да абдан көп, күйөрмандар көп. Ошол эле көкпардын күйөрмандары да, көкбөрүнүн да күйөрмандары абдан көп десем жаңылышпайм. Анан биринчи көчмөндөр оюну башталгандан баштап эле эки оюн зоокту тең коюп ойнотуп келебиз. Мисалы ошол эле көкбөрү биздин курама команда көкбөрүндөн да, көкпардан да бар да. Казак боордоштордуку деле ошондой. Ошентип муну өнүгүп азыркы учурда алыскы Америка мамлекетинен дагы кызыгып көкбөрүн да ойноп көкпарга да катышабыз дегендер бар. Ошондой эле Россия Федерациясынан келишет, Афганистан, ушундай алыскы өлкөлөрдөн да келип ушу катышабыз дегендер көп да. Булар биринчи көчмөндөр оюндан эле кызыгышып, ошондон тартып бизден үйрөнүшөт, казак боордоштордон үйрөнүшөт. Ошентип кичине билип калышкан да. Ошон үчүн бул акырындык менен дүйнө жүзүнө да тарап өнүгүп келатат да бул оюндун түрү. Анда сиздер менен дагы болсо кептин учугун улантабыз, бирок ага чейинки биздин Астана студиясындагы кесиптештерге микрофонду узаталы. Сөз сиздерде. Рахмет, кыргыз ариптештер. Биз улай болса телекөпүрдү ары карай жалгайбыз. Биздин студиябыздын төрүндө мейманыбыз отур. Және осы улуттук көчмөндөр оюна дүниежүзүлүк оған дайындығымыздың барысы жайында тілге тиек етіп жаттыңыз осы жаңа. Енді жаңа айтып қалдыңыз біздің қазаққа және жалпы көшпенділерге қатысты спорттың ойындардың түрлері өте көп. Соның ішінде жамбы ату, садақ ату деген секілді. Осы бағытта айтып өтсеңіз, біздің қазақстандықтардың дайындықтары. Дайындығымыз тек қана жаттығу барысы емес, оған қосымша бізде халықаралық жарыстар да бар.
Иә. Өйткені 5-6 ай тек қана дайындықпен жүріп бірден жарысқа барғанның өзі де спорттық түсінікпен қарағанда ол дұрыс емес. Өйткені ол шыныққан өзінің кәсібилігін бір жарыста сынап алу керек деген секілді. Сол себептен барлық спорт түрлерімізде біз кемінде 2-3 жарыс қойдық арасына. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының дайындық бағдарламасының ішінде 6-7 оқу жаттығу жиыны болса, 2-3 арасында жарыстар қойылған. Сол этаптың бәрін өтіп келе жатырмыз. Енді ол этаптан біздің қырғыз бауырларымыз да өтіп жатқан шығар. Бұл жақта да енді спорттың майталмандары бар, кәсіби спортшылар бар деген секілді. Сондай дайындықтар? Иә, бұл кісілер де жаңа ғана айтып өтті ғой. Тура біздің спортшылар сияқты жаңа дайындық барысында одан кейін 1-2 халықаралық жоба бар деді. Қателеспесем. Бұл енді қырғыз бен қазақтың ғана емес, бүкіл әлемнің спортындағы болып жатқан дайындықтардың үрдісі осындай жалпы. Ал енді біздің құрамадағы спортшылардың ішінде фавориттер кім? Қай спорт түрінен бізде фавориттер көп? Айта берейін ба? Әрине. Әрине, біз енді көкпар деп отырмыз өзіміздің тараптан. Қырғыз тарапы көк бөріні ұтсақ дейді, біз көкпарды ұтсақ деген. Қырғыз бен қазақтың арасындағы осындай бір қызықты момент осы атпен байланысты ғой. Одан бөлек бізде қазақ күресіміз бар. Ол жерде де біз енді алтында көбірек алсақ деген үміттеміз. Тең келуімізден барлық салмақты алсақ дейміз. 9 құмалағымыз бар. Ол жерде де біздің басты қарсыластарымыз қырғыз бауырларымыз, ол кісілерде де жаңа айтып кетті, 9 қорғау деп. 100-100 ережесі бірдей спорт түрі, ол 9 құмалақ пен 9 қорғау. Ол жерде де енді алтыннан ниеттіміз. Сіздерге де, көршілерімізге де соны тілейміз жалпы. Намысты қолдан бермейміз деп отырсыз ғой. Барынша енді жаңа дайындықтың бәрі не үшін жасалып жатыр? Әрине сол жеңіс тұғырынан көріну үшін жасалып жатқан біздің дайындықтарымыз. Әңгімеңізге көп рахмет. Біз дәл қазір әсем әнге кезек беріп алсақ. Кездерде кейде қара бұлт айды бүктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Алқсап жатып содан соң кетемін ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем. Мінемді шалам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғап өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам. Мен болсам арман бұлпарым арманнан таппақ. Мінемді шалам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғап өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам. Мен болсам арман бұлпарым арманнан таппақ. Аққусындымын бұл күнде айдын қырау, тай жаққа барып көмермін қайғына мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде күліп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде күліп жүретін сәйгүлігім ау. Мінемді шалам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғап өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам. Мен болсам арман бұлпарым арманнан таппақ. Мінемді шалам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғап өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам. Мен болсам арман бұлпарым арманнан таппақ.
Саламатты рахмет. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Мықты бәсекелес деп кімдерді өзіңіз жалпы біздің ел бағалайды? Енді ұлттық спорт түрлерінен ең үлкен бәсеке бізге Қырғызстан тарапы, одан кейін Өзбекстан тарапы деген секілді. Спорт түрлерін жік-жік бөлетін болсақ, мысалға ат үстінде садақ атудан біздің негізгі қарсыласымыз ол Сауд Арабиясы және Моңғолия. Күрес түрлерінен қарайтын болсақ, Өзбекстан, Тәжікстан, соңғы кездері Түркменстанда жақсы бет алып келе жатыр. Европа мемлекеттері, грузиндеріміз, поляктарымыз да жақсы бізге қарсылас болып қалды. Соңғы кездері бір қазақ күресінің өзінен де алтын алсақ деген өзіміз армандап қалатын кездерде болады. Өйткені 10 жыл бұрын біздің бүкіл 10 салмағымыздың барлығы чемпион болатын болса, соңғы әлем чемпионатында 4-5 салмағымыз чемпион болды. Қалған бәрі шет мемлекеттердің азаматтары алып кетті деген сияқты. Бұл да біздің ұлттық спортымыздың әлемдік деңгейде дамып жатқанының бір көрінісі әрине. Бірақ барынша қолдан бермеуге әрекет жасаймыз. Тамаша. Жалпы кеңінен насихатталған сайын осы біздің ұлттық спорт түрлерінің осы әлемдік деңгейдегі жаңағы масштабты дейміз ғой, дамуы артып жатыр, иә? Жалпы тек қана қазақтар ұтса, ол жерде қазақ ұтты болады да. Шетелдіктер ұтса, ол жерде спорт түрі ұтқаны болады. Мысалы, қазақ күресі ұтқаны болады деген секілді. Әлемнің ұтып жатқаны, оны да құрметтеп, күніге сол спортпен айналысып жатқанының бір белгісі ғой әрине. Ол себептен дегенмен енді мына ұтсақ та, ұтылсақ та біз жеңілмейміз, өйткені ұлттық спортымыз дәріптеліп жығылсаң жатыр. жер көтереді дейміз. Дегенмен енді қазақ өте намысқой халық, намысты қолдан бергісі келмейтін елміз. Соның ішінде Астанада өтетін болғаннан кейін енді біздің мынау бөріктілеріміз жаңағы жігерін бір қайрап отырған болар деген ойдамыз. Бөріктілеріміз ғана емес, бұрымдыларыңыз да қайрап отыр, өйткені садақ атушыларымыз, күрескерлеріміздің арасында да біздің қарагөз қыздарымыз бар. Еліміздің намысын қорғайтын деген. Дегенмен бір есімдерін ел танитындай бір жүзі менмұндалап тұратын, мысалға біз мықты күресшілерді, мықты боксшылар танимыз, сол сияқты жаңағыдай қаракөз қыздарымыздың да есімін әйгілеу кез келген секілді. Әрине, өзіңіз мысалы біле жүрейік, дәл қазір айтып өтсеңіз, біле жүрейік. Мысалға бір тоғызқұмалақта бізде 10 дүркін әлем чемпионы бар. Ол Әсел Далиева деген қызымыз. Ол кісі де біздің елдің құрамасында қазір оқу-жаттығу жиындарын тұрақты түрде өткізіп жатыр. Кеше ғана Пардубицада әлем кубогын иегері болып келді, Чехияда. Сол себептен бірден-бір айтатын қызымыз сол ертең көшпенділер ойындарында жеңімпаз алады деген үміткеріміз де сол. Одан бөлек Айғаным деген біздің садақшы қызымыз бар. Осы 2 ай бұрын Фетих купасы деген өткен Түркияда. 16 спортшы қатысты, 16-ның бір 4-5-еуі қыз болғанмен қалған бар ерлер болды. Соның ішінде бірде-бір ер баламыз орын алмай, сол қарындасымыз чемпион болып келді деген секілді. Соның бәрін қазір жай-жай дәріптеп жатырмыз. Енді қазақпыз ғой, ырымшыл халықпыз. Қазірден жарнамалап жіберсек көз тиіп кетеді ме деп қорқып отырмыз да. Жеңімпаз болсын, міндетті түрде жариялаймыз. Біздің бұрымдылар сонда осы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында тоғызқұмалақтан қатысады, садақ атудан қатысады. Содан кейін тағы қандай спорт түрлерінде қазақ күресінен қатысады. Мысалға қазақ күресінде 16 салмақ дәрежесі болса, соның тең жартысы біздің қыздарымыздың салмақ дәрежесі. Одан бөлек кураж, алыш деген спорт түрлерінде де бұл қандай спорт түрлері, бұны да айтып өтсеңіз. Кураж, Өзбекстан мемлекетінің күресі, алыш Қырғызстан мемлекетінің күресі деген секілді. Ол жерде де біздің бұрымдыларымыз өздерінің күшін көрсетіп, бақтарын сынайтын болады. Иә. Тамаша, енді біздің дәл осы сұхбатымызды қырғыз ағайындарымыз да тамашалап отыр ғой. Олармен бір байланысқа шығып үлгерсек, енді осы дүниежүзілік көшпенділер ойындары әлем назарын тігіп отырған жуыр жақын арада Астанада өтеді. Сіздер, қырғыз ағайындар, қандай дайындықтарыңыз осы бағыттағы? Қандай спорт түрлерінен жеңіс күтіп отырсыздар? Үміттеріңіз қандай? Естіліп тұр ма дауыс? Рахматжан, шындығында әле қазақ бордошторыбызды ұғып отырсақ, алам чемпиондору, алам дүйнө бағындырған мықты спортшыларыңыздарды даярдап тұрған екенсіздер. Ал эми биздин мына ушул спорт тармағында спортшыларыбыз ким менен мактана алабыз? Анан бир нерсени айта кетиш керек, мынакей эфирден пайдаланып, қазақ бордошторубуздан алар кайсыл спорттун түрүнө мыкты даярданып жатканын көрүп алдык, угуп алдык. Эми буйруса биз дагы ошол жакты күчөтсөк болот экен, айта кетсеңиздер анда биздин фавориттерди. Эми спортто мындай да, мисалы бир спорттун түрүнө биз могуга фаворит, ошон үчүн буга көбүрөөк даярдайбыз, буга кылбай эле кол деген жок да. Бизде ар бир спорт ушул биз 29 спорттун түрүнөн спортчуларды даярдап коюп аткан соң, бизге бардык спортчуларыбыз фаворит да. Ошо ар бир 29дан алабыз, алтын алабыз, күмүш алабыз, медаль алабыз деген үмүттөбүз да. Ошон үчүн 29 биттен коюп атабыз да, ушу түрүнөн.
Анан 129 тең үмүтүбүз зор. Ошон үчүн ушунча даярдык кетирип, ошонча мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүп ушундай келтабыз да. Бирок казак бауырдашыбыз айткандай эле, биздин эң негизги спортто биздин алдыга сүйрөп келаткан бул күрөш да. Күрөш түрлөрү ошо алыш, көк бөрүбүз эң негизги алдыда келаткан. Ошондой эле күрөш түрлөрү, андан сырткары жаатуу, ошолорго биз мындай неме кылабыз да, бирок бүт баарына тең ошо үмүтүбүз бар да, ар бир спорттун түрүнөн. Ошол эле башка мамлекеттин улуттук оюндарынан эле масс рестлинг мисалы, таяк тартыш дегенден эле үмүтүбүз чоң да. Таяк тартыш мисалы бизге Якутия жактан келди. Анан ал жактан келгенден кийин баары бир жеңишти алар алып кетеби? Көпчүлүк учурда же бизде калабы? Же мына коңшу өлкөлөрдө кандай болот бул жагы? Спорт да. Бул жерде казак бир туугандарыбыз алышы мүмкүн, биз алышыбыз мүмкүн, башка мамлекет алышы мүмкүн. Мында даярдыктан, спортчунун ошо даярдыгынан, деңгээлинен көп нерсе таасир этет да. Демек алдын ала баягы көз ачыктык кылып биз алабыз же болбосо биз жеңип кетебиз деп айта албайбыз. Анткени спортто ким күчтүү болсо даярдыгына жараша ошондой бааланат, э? Анан сиздин оюңуз боюнча мына ушул быйыл көчмөндөр оюндары башка буга чейинки болуп өткөн көчмөндөр оюндарына салыштырмалуу эмнеси менен кызык болот деп күтүп атасыз? Бул биринчиден ушул биздин казак бир туугандарыбызда өтүп аткан бул аябай чоң эме болуп атат. Себеби казак менен кыргыздын мындай айтканда тарыхы, маданияты окшошуп кетет. Спорт түрлөрү деле окшош. Анан мен ишенем, ушу биздин казак бир туугандарыбыз ушундай чоң деңгээлде уюштуруу иштерин ушундай жакшы маанайда өткөзүп, анан дүйнөнү дагы бир жолу мындай айтканда жаңылык кылып 2014, 16, 18 жылдары өткөндөй эле ушу казак эли дагы ушуну ушундай дүркүрөтөт. Дүйнөлүк масштабта бүт элдин баары көрүп, жана сыймыктанып ушундай элдин спорттун түрлөрү бар экен, ушундай кандай кызык экен. Жана сиз айтып кеткендей, көп эл биздин спорттун түрлөрүн көрүп алып, ушу биздин спорттун түрлөрүнө кызыксын деген максаттардын бири бар ушул көчмөн оюндарында. Анан ошонун баарын көрүп алган соң биз дагы ойлойбуз, ушул ишенебиз. Ойлобойбуз, ишенебиз, абдан сонун жана мыкты өткөзүшөт. Ооба, чындыгында эле эми Астана жергесинде өтүп аткандан кийин кереметтүү кала, анан казак боордошторубуз бул көчмөндөр оюнун өздөрүнө чоң бир деңгээлде өткөрөт деген үмүттөбүз. Эми албетте ушул маектин арасында биз бир суроону казак боордошторубузга узаталы. Урматтуу казак туугандар, биздин көкбөрүчүлөр жанагы тай казанда ошол оюнду ойношуп, көкбөрүн ойноп, бирок сиздер тараптан көкпар ойнолот да. Анан сиздерден бир сурап коелучу алдын ала, ошого карап даярданалы. Бул ирет көкпар болобу же көкбөрү болобу? Же кимисине көбүрөөк көңүл бурулат деген бир суроо бергибиз келип турат биздин кесиптештерибизге. Сурак коюлду, жабабыңыз кандай болмак? Жалпы енді түбінде екеуі бір спорт түрі ғой. Қырғыз бауырларымыз да білет, қазақ бауырларымыз да білет. Атауындаған ерекше болып келді бүгінге дейін. Енді қазір ереже өзгеріп кетті де, көк бөрі тайқазанмен, көкпар шеңбермен ойнап, енді жарыстың ресми бағдарламасында екеуі де жеке спорт түрі болып өтетін болды. Яғни екеуі де бір алаңда өтеді. Көкпар өтетін кезде шеңбер қалдырамыз, көкбөрі өтетін кезде 1 сағат перерыв береміз дағына, тайқазанда кеп қойып көкбөрі ойнаймыз деген секілді. Тамаша. Бұндай тәжірибелер бұрын болған ба? Бұндай тәжірибе 2022 жылы Изникте, Түркияда өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарында болды. Сол бір алаңда көкпар да өтті, көкбөрі де өтті. Енді бақ шабама, бап шабама деген сөз бар. Енді спортшыларымыздың, аттарымыздың бабына қарай кім жеңеді, енді спорт қой, енді бұл жаңа әріптестерім айтып жатыр, ешқандай политика емес, ешқандай саясатқа араласудың қажеті жоқ. Спорт кім мықты, сол жеңсін. Өкпе-реніш деген болмайды бұл жерде, әрине. Өкпе-реніш енді бұрын болған шығар бәлкім. Қазір біз жаңа Қазақстандамыз ғой. Қазір енді шын мәнінде бауырлас еліміз. Енді осы көшпенділер дүниежүзілік ойындарына осы қатысушы спортшыларды іріктегенде белгілі бір критерийлердің болатыны анық қой, дегенмен өздеріңіз соларға бір қандай талғам тарасын, талап үдесін қоясыздар?
Енді кез келген спорт түрі, жаңа қырғыз бауырларымыз айтып кетті ғой, чемпионат, республикалық чемпионаттан іріктеледі. Сол іріктелген бірінші, екінші, үшінші нөмірлі азаматтар ұлттық құрама сапына енеді. Сол сапына енгеннен кейін олар оқу жаттығу жиындарына жолдама алады. Сол жиында мықты өнер көрсеткен спортшылар бірінші состав, одан кейінгілер екінші, үшінші деп бөлініп кете береді. Ең мықтысын әрине мықты жарыстар қоямыз, қалғандарын республикалық, халықаралық турнирлерге қоя береміз. Ол жерде критерияны енді жаттықтырушылар құрамы бар, олар спортшылардың бабына қарай бөледі. Тамаша. Енді біздің Алатаудың арғы бөктеріндегі айырғалпақты ағайынға осы Қосқанат тележобасында өзіңіз бір сәттілік тілеп, осы алда келе жатқан көшпенділер ойындарына қатысты бір лебізіңізді білдірсеңіз мархабат. Енді құрметті бауырлар, біздің енді лексиконымызда қырғыз бір туғандарымыз деп айтамыз. Осы үлкен, өздеріңіздің тарапыңыздан басталған үлкен дүниежүзілік көшпенділер ойындарын абыроймен, ынтымақпен, ауызбіршілікпен өткізейік, ешқандай кикілжіңсіз тудырмай, тек қана спорттық бағыт деп қарап қана әдем өткізуді тілеймін жалпы. Жалпы меймандарды қарсы алуға әзірміз дейсіз ғой? Меймандарды енді қазақ білесіздер, қазақта, қырғызда әрқашан қонақжай халықтармыз. Оны біз Қырғызстанға қанша барып жүрміз, ол кісілер де көрсетіп жатыр. Ол азаматтар бізге келсе де біз міндетті түрде қайырымын жасаймыз, күтеміз, сәйкесінше әдемілеп шығарып саламыз. Тамаша. Ендеше дүниежүзі көз тігетін осы алдағы өтетін дүбірлі додада біздің көк байрағымыздың желбіреп, қырғыз ағайындарымыз мінекей куә болып отырған осындай айтулы сәттерде екі елдің де жетістіктері көбейіп, жеңістері көбейіп, өзге де бауырлас мемлекеттерге сондай жеңісті күндерді көп болсын дейміз. Жұмыстарыңызға абырой тілейміз, аман болыңыздар. Рахмет. Көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Олай болса, қырғыз ағайын сөз кезегі өздеріңізде. Қырғыз студиясы. Терең разычылық білдіребіз, шындығында айтып өткендей қазақ бордоштарыбызға бұл дүйнөлүк көчмөндөр ойындарында сіздерде өтіп жатқандығына жүрегіңіз тынч. Анткени бұл эки бир туған халық, бири-бирибизге болгон сыйыбыз, урматыбыз чексиз экендигин дагы бир рет айтып өтпөсөк болбос. Анан сөзсүз түрдө мына Казакстандагы Астана студиясында келген коногубуз айтып кетпедиби? Баягы ойыны менен спорт эрежеси менен өтөт, бирок эң негизгиси аягында ынтымак болуп калышыбыз керек деп. Мына ушул нерсени жакшылап бир колго алалы, анан сиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса уюштурууну жогорку деңгээлде уюштуруп, анан агаларыбыз айткандай дүйнөнү дагы бир рет мына ушундай сонун керемет көчмөндөр ойындары менен таң калтыралы. Ооба, анда биз болсо спортчуларыбызга ийгилик каалайлы, сиздер болсо эл аралык мына ушул Кошканат долбоорубузга каалоо тилектер, көчмөндөр ойуна болгон каалоо тилектериңиздер менен сиздер болгон маекти жыйынтыктайлы. Каалоо тилек. Ооба. Эми кыска эле айтып коелу, биринчиден ушу көчмөндөр ойундарын өткөрүүгө даярданып жаткан казак бауырлаштарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир ирет, сиздер айтып өткөндөй, дүйнө жүзүн ушу эки боорлош эл көчмөндөрдүн маданияты, спорту, тарыхы менен бир сыйра дагы таң калтыралы. Бул оюнду кийинки деңгээлге чыгарып, башка мамлекеттерде ушу көчмөндөр оюнуна катышабыз деп кызыктар болгудай кылып жакшы өткөрүп алалы да. Биз болсо катышабыз, сөзсүз түрдө барабыз, Кудай буйрса, чоң делегациябыз менен барабыз. Сиздерге болсо ушундай эки боорлош элди ынтымакка чакырып, достчулук кылып ушундай телемост уюштурганыңыздарга чоң рахмат. Ушундан ары дагы ушул каналыңар өнүгүп өсө берсин. Ушундай жакшы бир талкууларды жүргүзө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Тилекмет мырза. Енді қосылып кетет элем биздин казак элине жана биздин ушул уюштуруу тобуна күч кубат, себеби бул чоң иш-чара, чоң жоопкерчилик, дүйнө жүзүнүн баары карайт. Жана биздин жалпы спортчуларыбызга бүт мамлекеттерине карабас, ушул спортко, ушул Казакстан жергесине келген спортчулардын баарына ийгилик каалап кетет элем. Эң негизги травмасыз жана акыйкат туура чечимдүү спорт мелдеш өтсүн деген тилектешмин ошого. Жана силердерге чоң ыраазычылык билдирип кетет элек. Ушул биздин казак элибизге, кыргыз элине ушунун баарын таркатып, силерге ишиңерге баарыңарга ийгилик, дайыма эле ушинтип биздин спорт дүйнөсүн элге таанытып, себеби мен көп айтам, бизди ушу тааныттырган
адамдар силерсиңер, ошо силерге ишиңерге барыңарга ийгилик каалап кеткилем. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улайбыз. Биздин долбоорубузду улантыш үчүн Атай Огонбаев Машпотой студиябызда жаңырат. Мына ушул музыкалык тараптан бизди колдоп, өзгөчө бир шаң берип турган Улуттук Манас театрынын Уран ансамблына терең ыраазычылык билдирип, кезекти узатып коюуга уруксат этиңиздер. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көчмөндөр оюндарын көркөм дүйнөсүн баяндоону андан ары улантып, студияга көчмөндөр оюндарынын соавтору, брендинг жана туризм боюнча серепчи Максат Чаки мырзаны чакыралы. Максат мырза, айтсаңыз, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уюштурууда башында жүрдүңүз, өзүңүз колуңуз калдыңыз, бирден бир авторлор катары билебиз. Анан сиз болжолдогон көчмөндөр оюндары кандай өттү жана андан кийинки көчмөндөр оюндарына кандай баа берет элеңиз? Чоң рахмат. Эгер биз кыскача тарыхты айтсак, азыркы калың элдин астында ар кандай сөздөр болот го, чыныгы автор ким депчи. Ооба, башында биз жүрдүк, ошол организация уюштуруп 15-20 жыл мурдары эле ушул проекттин үстүндө иштеп баштаганбыз. Бирок мен ушул жерден расмий айтып кетким келет. Чыныгы көчмөн оюндардын автору раматтылык биздин Болот Шамшиев агабыз. Себеп дегенде 95-жылы Манас менен жылдыкта биз анда студент болуп, 1-2 курстун студенттери болуп, таласка барганда ошол жерде массовканын арасында ошол жанагы ачылыш аземинде жүргөндө ошол бир жерде тамак ичип отуруп, баардыгыбыз бир 2000 студент барганбыз. Ошол жерде тамак ичип отурсак, Болот агабыз келип биздин баягы чарчап аткан август кези күн ызык азыркыдай бер жагы эле бир 38 градус болуп аткан кез болуп аткан. Ошондо күнгө күйүп чарчап отурсак, Болот агабыз келип ушунда биздин духубузду көтөрөбүз деп ошондо бир нерсе айтып берген да.
биз келечекте ушул көчмөн элдер болобу, түрк элдери болобу, ушун баарын тең биримдикке чакырыш үчүн биздин өзүбүздүн бир олимпиадабыз болуш керек. Ошол олимпиаданын ичинде биздин улуттук оюндардын тең баарын жыйнап туруп, биздин өзүбүзчө бир мындай айтканда бир альтернативдүү долбоор чыгарышыбыз керек деп ошондо эле бизге айтчу да. Биз анда эми бир 19 жаштагы студенттер болчук, аны угатып агайсызды аябай кыялданганбыз да. Ошондой болсо кандай сонун болот деп. Андан кийин жылдар өтүп биз баягы университеттер бүтүп, ошол өзүбүздүн кесибибиз боюнча ошо маркетинг, брендинг боюнча жүргөндө бизге да анан кийин ойлор келе баштады. Баягы ошол Болот агайыбыз айткан ушул көчмөн оюндары болот, ушундай көчмөндөр элдериби же түрк элдеринби кантип бириктирсек деп анан ошол агайыбыздын сөзү келип туруп биз олимпиаданын жанагы футболдун, фифанын мисалы бүт технологияларын изилдей баштадык. Алар кантип өзүнүн ушундай дүйнөлүк масштабтагы бир брендти алып чыгышты. Кантип булар дүйнөсүн баарын бириктирди. Спорттун мындай айтканда эгидасын астында кантип бириктирди деген ошол баарын изучать эте баштадык да, изилдеп. Бир 5-6 жылдан соң ошол 2008-2007 жылдары бир ушул долбоор буша баштады дагы. Анан ошонун атын биз дүйнөлүк көчмөн оюндары аты деп атай баштадык. Албетте мен ал жерде жалгыз иштеген жокмун. Бир нече бизде серепчилер иштедик дагы. Анан биринчи көчмөн оюндары 2014 башталды. Экинчиси 16, үчүнчүсү 18. Башынан эле негизги максат көчмөн оюндарын максаты эмне деген суроо да. Жөн эле мисалы көкбөрүчүлөр чогулуп эле көкбөрү ойнолуп туруп тарап кетмейби. Чемпиондугу мейли чемпионду бересиз, мейли тигил кубокту болобу кубокту бересиз мейли. Же о дарыш боюнча, ал дарыспак боюнча баардыгы эле чогулуп алып туруп ошо чемпион болуп туруп анан тарап кетмейби деген бул жерде мисалы суроо жарашым жок. Негизи олимпиадалык оюндарын карасак, бунун максаттары дүйнөлүк масштабта саясат жүргүзүү. Кандай саясат? Саясат тез эле биз тез эле жанагы биздин саясатчыларды, политиктерди эстейбиз. Жок, андай эмес. Олимпиадалык оюндун баштарында кимдер турат? Ошол мамлекеттердин саясаты жүрөт. Ошондой эле азыркы учурда көчмөн оюндардын башында ким турат? Ошол мамлекеттердин саясаты жүрүш керек да. Саясаты жүргүзгөндө кандай? Биздин маданиятты дүйнөгө көрсөтүү, биздин спортту дүйнөгө көрсөтүү, этноспортту да эми. Биздин каада салттарыбыз, биздин философиясы дүйнөгө таанытуу көрсөтүп болуп атат да. Ошонун артында биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөн оюндар Кыргызстанда өттү. Бирок тилекке каршы үчүнчү көчмөн оюндарында кичине курс башка жака кетип калды деп мен айтсам болот да. Кайсыл жака кетип калдык? Мына мен жогоруда айткандай, биз көчмөн оюндарын олимпиадалык оюндарга бир альтернатива катары курганбыз. Башында биздин долбоордо франшиза системасында бул долбоор куралганда, эгер кайсы мамлекетке бул көчмөн оюндар өтсө, мисалы Туркияга өттү, азырына казак боордошторго өтүп атат, кийин балким Азербайжан боордошторго өтөбү, кай жерге өтпөсүн, бул ошол олимпиадалык системасынын ичиндегидей эч кандай өзгөрбөгөндөй. Анан өзүнүн ичиндеги ошол бүт стандарттын баарын кармап келгендей катары өтүш келет да. Бирок үчүнчү дүйнөлүк көчмөн оюндарында 2018 жылы Кыргызстанда биздин көчмөн оюндардын негизги фундаменти өзгөрө баштады. Спорттон фестивалга кете баштады. Дүйнөлүк саясаттан оюн зоокко кете баштады. Тилекке каршы биз ошону көрдүк да, ал эми ошол 4-күнчү көчмөн оюндар Туркияда абдан чоң бир өзгөрүүгө кетти дагы. Азыркы учурда эми азыр казак боордошторунун үмүт чоң, бирок 4-күнчү көчмөн оюндар Түркияда бул фестиваль болуп калды. Абдан чоң фестиваль болду. Оба биз түрк туугандарга рахматыбызды айтабыз. Анткени себеп дегенде абдан чоң деңгээлде өткөрүштү. Өзүнүн каражаттарын аяган жок. Өзүнүн мамлекеттик бүт мындай айтканда күчтөрүн аяган жок. Бирок эмне үчүн фестивалга кетип калды? Себеп дегенде мисалы олимпиадалык оюндардын үстүндө МОК турат. Международный олимпийский комитет. Бул управляющий компания деп коет да. Ошондо сыңары биздин көчмөн оюндардын үстүндө ошондой мындай айтканда башкаруучу компания жок болуп калды. Азыркы учурда деле жок. Азыркы учурда да жок. Азыр ар бир мамлекетке мындай айтканда Туркияга берсе, Туркия өзүнүн көз карашында өткөрдү. Азыр дагы мына казак боордошко бердик. Азыркы учурда мен дагы айтып койгум келет, казак боордоштор дагы өзүнүн көз караштары менен өткөрүп атат. Бул жерде мен жаман жакшы дебейм. Бирок эгер биз дүйнөлүк көчмөн оюндардын дүйнөсүндө келечекте бир олимпиадалык оюндар конкуренттүүлүк түзө тургандай, альтернатива түзө тургандай, мисалы спорттун үстүндө МОК турса, ал эми этноспорттун үстүндө ким турат деген суроо жаралып атат да. Эгер ошонун максатына биз келе турган болсок, биз азыр түрк элдери дейбизби, көчмөн элдери дейсиз, баарыбыз биригип туруп бир управляющий компания түзүшүбүз керек. МОКко альтернатива болгон. Эмнеге дегенде
эгер биз мындан ары дагы жөн эле мындай айтканда орусча айтканда свободный плаванияга жөнөтөрсөк, анда фестивалдан фестиваль болуп кетербиз. Бул мындай айтканда Норуздун бир чоң эле бир программасы боло берет да. Бул жерде Көкбөрү, тигил жерде Тогуз Коргол, тигил жерде болсо мисалы бир фестиваль маданий жакта иш чарабыз. Бул мындай айтканда Норуздун эле бир чоң программасы болуп барат. Түшүнүктүү маселе бар экен, бирок маселеге сиз тараптан бир жооп барбы? Алдын ала Албетте жооп бар. Азыркы учурда биз сунуштарды бергенбиз. Жылдын башында январь-февральда биз казак боордошторго барганбыз. Астанага барып, ал жерде министрликтердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Биз ошондо мындай сунуш бергенбиз. Казак боордоштор келгиле. Силер азыр Астанада абдан чоң миллион каражатыңар бөлөсүңөр. Ооба, мен абдан чоң жогорку деңгээлде өтө турганга күмөн жок. Мен ишенем. Казак боордоштордун бул жакта опыт абдан күчтүү. Азияда, универсиададан өткөрүштү. Бул жакта казак боордоштордун менеджмент жактан, мындай айтканда стратегиялык опыт жактан абдан чоң жогорку деңгээлдер бар да. Бирок 8 сентябрдан 14 сентябрга чейин көчмөн оюндар болот. Бүттү. Эмне жыйынтык алдыңар казак боордоштор? Силерге эмне пайда алып келди? Ооба, көкбөрүчүлөр ойноду, тигилер ойноду. Мисалы жанагында маданий иш-чаралар болду, ошонун аякы эмне менен бүттү? Миллион долларларды каражатты жумшадыңар. Абдан сонун ачылышты жазадыңар. Мисалы Маданият министрлиги, мен ишенем, Балаева айым абдан сонун мисалы ачылыш аземин көрсөтөт. Бирок ошодон кийин эмнеге биз келдик? Биз мисалы көчмөн элдери, түрк элдери ошодон кийин кандай бир спорт чөлкөмүндө, маданий чөлкөмүндө, тарых чөлкөмүндө, мындай айтканда дүйнөлүк геокультуралык, геомаданий, геоспорттук жактан, геосаясий жактан эмне бир жыйынтыкка келдик. Ошодон арты биз дүйнөгө эмнени көрсөтө алдык. Мисалы кече мына Париждеги ачылыш аземин эле байкасаңар, ал жерде чоң бир саясат жатат. Алар ошол саясат аркылуу өздөрүнүн европалык, батыштык бир өзүнүн баалуулуктарын көрсөтүп атышты. Эми жаман жакшы дебейбиз, бирок көрсөтүп атышты. Ошондон сыңары биз дагы ушул 5-көчмөн аркылан кийин эмнеге келебиз деген азыр маселе туруп атат да. бул нерсени алдын ала бир чечиш керек го деп ойлойм, Алдын ала эми чечиш керек. Албетте, азыр дагы мына уже 1 ай убакыт калды, азыркы учурдачы. Эми биз мындай сунуштар бергенбиз. Келгиле ушул 5-көчмөн оюндардан кийин Астанада биз баарыбыз жана оюндарды көрүп эле, жанагы алтын медалдар тагып эле тарап кетпей, мындай айтканда 5 бармактар жеп эле тарап кетпей, алдында бир чоң бир уюмду түзөлүк. Азыркы учурда көчмөн дүйнөсүндө уюм жок. Түрк чөлкөмүндө уюм бар, бул биздин түрк элдеринин организациясы, уюму. Ал эми дүйнөлүк көчмөндөрдүн аягында уюм жок. Ошол эле монголдорду бириктире турган, ошол эле индеецтерди, ошол эле араб туугандарды бириктире турган бир уюм жок. Биз ошону сунуштаганбыз. Эми азыркы учурда билбейм, бирок ошондо биздик тилекке каршы кабыл алуу болгон жок казак боордошторунун. Азыркы учурда балким мына ушул эфир аркылуу дагы мен дагы сунуш берип кетет элем. Казак боордошторго мындай айтканда спорт жанагы мелдештер мелдеш үчүн эле эмес. Маданий иш-чаралар эмес. Ошонун артындагы чоң бир стратегиялык, балким саясаттык бир максатка жете турганда бир иш-чараларды жасабайлыкпы, бир максаттарга келбейликпи? Баарыбыз кол чабып туруп эле 14 сентябрда тарап кетебизби? Жок. Ошонун артында бир нерселер калыш керек деген бир азыркыдагы мен чакырыктар айтып кетет элем да. Албетте, сиздин идеяңыз, сиздин оюңузга 100% мен кошулам. Албетте, мына ушундай башындагы түзүлгөн сценарий боюнча же болсо башындагы түзүлгөн концепция боюнча кетип, аягына чейин мейли 5-чи болсун, мейли 50-чү болсун өзгөрүлбөй кеткен болсо, анда сиздин ойлоп аткан мүдөөңүз ишке ашат. Бирок ошону түзүү үчүн мен ойлойм, жанагы бул идеяны сиз ал жака өзүңүздүн оюңузду айтуу менен, өзүңүздүн пикириңизди ал жерге киргизүү менен, мен ойлойм, балким жакын арада ишке ашырып калышыңыз да мүмкүн. Эгерде ишке ашпай калган болсо, эми сиз айткандай жөн гана спорт оюну, жөн гана маданий иш-чара фестиваль болуп калышы мүмкүн деп атасыз, Мына мисал бир эле мисал кече эле биздин Олимпиада оюндарда Жиора деген өзбек кызыбыз чемпион болду. Олимпийский чемпион болду. Алтынды утуп алды. Жеңилбес чемпионду жеңип салды го. Жапон элинин Абе деген кызын утуп алды. Эми ошол жерде карасаңар, ошол МОК, Международный олимпийский комитет, ошону дүйнөгө кандай кылып көрсөттү. Тиги Абе жапон кызын элеп атканын, ошол жерде жашын төгүп атканын көрсөтүп, көрдүңүзбү? Ошол жерде интрига, мындай айтканда, ошол жерде эмоциялык
мындай айтканда көз караштар, фонтандар деген баарын көрсөтүп, ал эмес биз да ыйлап жүрдүк бул жерде. Биз ага ошондой технологиялар колдонушубуз керек. Маркетинг, брендинг технологиясын колдонушубуз керек. Тилекке каршы биздин этноспортто азыркы учурда андай технологияларды казак туугандарда, кыргыз туугандардагы, өзбек туугандар алиге чейин өздөштүрө элекпиз. Биз башында ошо көчмөн оюндарын эме жазып атканда ошол франшиза системасында ошонун баарын киргизгенбиз. Себеп дегенде биз жанагы мейли Көкбөрүдө мен ишенем. Баягы эл классика болот да. Казак менен кыргыздын эл классикасы. Бул баягы спорт дүйнөсүндө мисалы Реал Мадрид менен Барселона эл классикасы болуп атпайбы? Бүт баары эле Көкбөрү Көкпарда ошону эле гана күтөт да. Эми ошол жерде биз ошол жөн эле жанагы жеңгени чемпионду көрсөтпөй, ошол жердеги эмоцияларды көрсөтсөк. Ар бир Көкбөрүчүнү жылдыз кылыш керек деген. Албетте, мисалы ошол бизден Манас Ниязов болобу, же ошол жанагы казактардын тура жана Попков болобу, орус казагы деп коет алардачы, орус ошол болобу. Биз алардын тарыхын эле көрсөтпөй, ошолордун көз жашын, интригасын, керек болсо ошол жерин көгөрүп калган анча-мынча жери сынгандарына чейин ошон баарын көрсөтүп туруп, ошол жерде жана Америка болобу, француздар болобу, жапондор ошон көргөндө алар ыйлай тургандай, переживать эте тургандай, биз ошол технологияларды азыр алып чыгышыбыз керек. Азыркы учурда мына өзүңөр көрөсүңөр, соц тармактарда, жанагы TikTok болобу, Facebook'та кандай технология биз ошол менен аларды көрсөтүшүбүз керек. Бирок тилекке каршы этноспортто биз азыр ага келе элекпиз. Неге дегенде мен дагы айтып кетем, биз андай деңгээлге жете элекпизби? Ооба, жете элекпиз. Анткени мына Түркияда ошону көрдүңөрбү? Көргөн жоксуңар. Жок. Үчүнчү көчмөн оюндар Кыргызстанда ошону көрдүңөрбү? Көргөн жоксуңар. Ооба, биз мисалы Кыргызстанда көбүнчө жанагы куру боюнча аракет кылдык. Бирок мен ишенгем, мисалы 4-чү Түркияда алар мисалы түрк туугандар Галатасарай, Бешикташта футболдор менен ошол технологиялар ыкташтырган. Алар билет аны. Мен ошондо көрсөтөт го десем, тилекке каршы ошол жерде Роналдолар көргөн жокпуз. Мессилерди көргөн жокпуз. Эми ушул жерде айтып кетирем, казак бордоштор, ошолорду көрсөтсөңөр, ошолго басым койсоңор. Ал үчүн силер ошонун үстүндө турган, башында жазаган авторлорду чакырышыңар керек. Неге дегенде азыр мен байкап атам, биз мурунку эле ыкма менен кетип атабыз. Баягы Көкбөрү кандай болсо, ошондой эле үстүртөн жалпысынан эле көрсөтүлөт. Бирок ошонун ичинде тарыхты жанагы Абай кызды көрсөткөндө өзүнүн тарыхын, ошондой эле жана Диора кызыбызды көрсөткөндө ошонун тарыхын, алардын эмне үчүн кандай даярданып келгенин, аягында жана көз жаштарын көрсөтө тургандай, тилекке каршы ошол даярдык барбы деген азыр суроо бар да. Сиздин айтып жаткан идеяңыз албетте казак бордошторго да жетип, мынакей экран аркылуу, ошол эфир аркылуу жетип, аны дагы ишке ашырат деген үмүттөбүз. Анан ошол эле Олимпиада деп калбадыңызбы? Казак бордошторубуздун арасында дагы дзюдодон алтынды алып, казак бордошторубузга бир жакшы кубаныч тартуулаган инсан дагы куттуктап кетпесек болбойт. Ал спортчу 10 жылдан ашуун дзюдодо эмгек кылып, мына алгачкы алтынды алып келди. Казак бордошторубузду чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздердин алтыныңыздар бул Кыргыздын дагы алтыны. Кыргыз-казак бир туугандай, куштун эки канатындай болуп эле бири-бирибиздин сүйүнүүчүбүзгө, бири-бирибиздин урматыбыз артып жүрө берсин. Казак бордошторубузду чын дилибизден куттуктап коюуга эфирден уруксат этиңиздер. Бул жакта мисалы Максат мырза ушул көчмөндөр оюндары аркылуу Кыргызстандын бир экономикасына салым кошулуу, экономика тарабынан бир өсүү, ушундай нерселер барбы? Көчмөн оюндары 3 негизги бөлүктөн турат да. Спорт, маданият, анан туризм. Спортты эми талкууладык буга чейин, баары эле түшүнүктүү болду. Маданият бул эмне менен көрсөтүлөт? Бул жана ачылыш аземи менен көрсөтүлөт, жана ошонун ичиндеги жана бир нече өтүп жаткан маданий иш-чаралар менен көрсөтүлөт. Ал эми үчүнчүсү туризм. Туризмде эмне дегенде, көчмөн оюндары ошол эле Олимпиада оюндарына окшоп чет өлкөдөн бир топ туристтерди тартат. Мисалы, биздин Кыргызстанда 3-чү көчмөн оюндарынын жыйынтыгы менен 5 миллионго жакын чет өлкөлүк туристтер келишкен да. Бул албетте биз мамлекетибиз үчүн абдан чоң каражаттарды алып келген. Жада каза ошол кездеги доллардын да баазы түшүп кеткен. Эмнеге дегенде абдан көп сырттан долларлар келип туруп, көрдүңөрбү, мына биздин экономикага жакшы көрсөткөн. Азыр дагы ушул мисалы Казакстандагы боло турган көчмөн оюндардагы бул негизги ошол 3 платформаны казак туугандар да колдонуш керек да. Спорт аркылуу өзү этноспортту дүйнөгө көрсөтүү, чемпиондорду, биздин өзүбүздүн жылдыздарды көрсөтүү, фан клубтарды пайда кылыш керек. Кече өзбек туугандар карагылачы Олимпиадада жанагы чоң квадраттык тебелерин жана өзүнүн топуларын кийип алып туруп, өзбек желектерин аябай азыр өзбек туугандар фанат жактан абдан сонун колдоо көрсөтүп атышат да. Экинчиси жанагы маданий иш-чарадан албетте бул жерден казак туугандарга бул абдан уникалдуу шанс дүйнөгө казак философторун, казак мисалы маданияттарын, казак ошол жерде жана канчаган ырларын болуп ошону көрсөтүп алуу. Бул абдан сонун шанс. Бул мындай айтканда международная площадка. Ал эми үчүнчүсү бул казак туугандар өзүнүн туристтик мындай айтканда объектилерин,
туристтик өзүнүн брендтерин көрсөтүп алыш керек да. Себеп дегенде туристтер азыр башладына биз деле барабыз. Кыргыздар барганда биз деле турист болобуз ал жерге. Ал жерге өзүнүн акчаларыбыздын баарын ошол жерге калтырабыз. Бирок эмнеге калтырабыз? Астананы баарыбыз көргөнбүз. Мен мисалы Астананы көргүм келбейт. Анткени Астананын бул современный город. Бирок мен көргүм келет башка казактардын өзүнүн туристтик продуктыларын. Буга чейин биз көрбөгөн, оозду аштырган, таң калтырган ошо продуктларын. Эгер азыр ушул 3 платформаны казак туугандар абдан жакшы тургузуп алса, бул экономикага абдан чоң пайда алып келет. Менин жеке расчетум боюнча 1 миллиард, 2 миллиард долларга чейин алып келе турган бир азыр мүмкүнчүлүк чоң бар да. Эгерде ошону туура иштете алса. Эгер ошону стратегияны азыр мына 3 туризм министрлиги, маданият министрлиги жана спорт министрлиги ошону 3 ай каршы туура алып келсе, себеп дегенде мисалы биз эмнени көрөбүз деп барабыз. Биз ошол биздин этноспортторду, таймаштарды көрөбүз деп барабыз. Ошол эл классико. Көкбөрү, Көкбардагы эл классиканы абда бул сөзсүз кыргыздар барат, мисалы өзбек туугандар да барат. Ошонун ичинде жана мисалы маданият ачылышты көрөбүз деп барабыз. Жана ошондой эле туристтик объекттер, ошол эле жанагы Шубат болобу, Курттар болобу, мисалы казактардын өзүнүн ошол жердеги ар кандай тамак аштарын болобу, биз ошону жейбиз, көрөбүз, жана татабыз, же кийебиз деп барабыз дагы. Эгер ошол үчөөнү тең азыр 3 структураны абдан жакшы программага өкмөт тургузса, бул казактын экономикасына, казактын дүйнөлүк масштабтагы имиджин көтөрүүгө, брендин тургузууга, эң негизги брендин тургузууга абдан чоң алып келет. Мисалы буга чейин Токаев мырза Атыраудагы өзүнүн посланиясында айтып кеткен. Биз дейт көчмөндөрдүн мураскерибиз дейт, наследники цивилизациясы айткан. Ошондой эле Алтын Ордонун кийинки эле правоприемник бизбиз деген. Эми ошону көрсөттү эле казак туугандар. Биз албетте эми сизди Максат мырзаны уга берсек, кулагыбыз талбайт. Анткени сиз мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бирден бир түзүүчүсү, жаратуучусу, бирден бир энеси катары дагы айтсак болот, мынакей арасында жүрдүңүз. Анан чындыгында эле казак боордошторубуз бизди эфирден көрүп жаткан болсо, биздин сиздерге болгон ишеничибиз өтө чоң жана артык деп айткыбыз келет. Азыр болсо кеп кезегин бир астан кийин уланталы. Астана студиясындагы кесиптештерибиз Талгар, Толкун, эми сөздү сиздерге узаталы. Көп рахмет. Кыргыз әріптестер, көп рахмет сіздерге.
керемет бий болду. Ал эми мына ушул сонун бийден кийин кезекти кайра Майекке берели. Албетте биз Максат мырзаны бир гана угуп гана отура беребиз. Анан негизи эле көчмөндөр оюндары тууралуу, анын саясаты тууралуу, түзүлүшү тууралуу кеп кылдык. Бирок келечеги тууралуу кеп кыла элек экенбиз. Мынакей канча мамлекеттерде өзүбүздө 3 жолу өткөрүлдү, андан соң Түркия мамлекетинде өткөрүлдү, эми мына Боордош Казакстанда. Андан кийин кимге кезек беришибиз керек? Кыргыз мамлекети азыркы учурда ошо инициативаны көтөрүп, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп, G 6 көчмөн оюндарын эстафетасын өзүбүз кайра мындай айтканда ата мекенине алып келсек. Эмне үчүн? Мындай дүйнөлүк масштабтагы комплекстик спорттук ушундай событиялер булар өзү бир франшиза менен жогору айтканда системасы менен берилет да. Өзүнүн бекитилген стандарттары менен бекитилет. Эми биз ошонун баарын кайра иштеп чыгып туруп, 6 көчмөн оюндарда балким биз бул жерде Кыргыз мамлекетине алып келсек, биз өзүнүн ошол көчмөн оюндарын бир уюмун түзөлүк. Жанагы Международный олимпийский комитет сыяктуу могун түзөлүк. Ошол жерге баардык биздин түрк элдери болобу, баардык көчмөн элдери болобу, алар ар бир мамлекеттен бирдер өкүлдөр кирсин. Кирсин дагы ал жерде төрөганы шайлыктагы ал жерде стандарттарын баардыгын иштеп чыгып туруп, бир бекитип туруп, анан 7 көчмөн оюндары балким Азербайжан туугандарга өтөбү, же өзбек туугандары өтөбү, балким монгол туугандары өтөбү, ошолорго кеткенде бул ошол олимпиадалык системасы катарында бирдиктүү, бир бренд менен, бир өзөк менен анан өтсө, мен ойлойм көчмөн оюндардын келечеги абдан чоң болот. А эгер биз азыр дагы ушундай кете берсек, фестивалдай болупчу. Эми дүнү жүзүндө бренд болгон фестивалдар айта аласыңарбы? Жок. Балким бир-экөө эле бардыр. Бул Европада. Ал эми башка мамлекеттерде бул дүйнөлүк масштабтагында фестивалдар жок. Ал өзү мисалы ошо монголдордун Адам мисалы фестивалын алсак, бизде түрк элдеринин Ноорус фестивалын алсак, бул биздин ички бир мындай иш-чара эле маданий катары эле калат. Дүйнөлүк масштабта бир брендинги жок, аброю жок, имиджи жок. Бирок биз ошол деңгээлге жете турган болсок, биз анда 6 көчмөн оюндарын Кыргыз мамлекетине алып келишибиз керек дагы. Бул өзүнүн жана башкаруучу компаниясын түзүшүбүз керек дагы. Ал жерге ар бир мамлекеттен бирден ошо спорт министрлери болуп, өкүлдөр кириш керек дагы, төрагаларын шайлап туруп, биз мындай айтканда дүйнөлүк деңгээлде уже саясат өткөрүүгө өтүшүбүз керек. Фестивалдуктан дүйнөлүк масштабка өтүшүбүз керек. Ошондо биз олимпиадага өзүн конкуренттүү түзөбүз. Спортко этноспорттук конкуренция түзө турганда бир жаратабыз да. Анан мен дагы сунушума айтат келем, эгер урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз туура көрсөңүз, 6-сын бизге алып келиңиз. Анан аны Ысык көлдө эмес, түштүк жер кезинде Жалал Абад менен Ош төргөт өткөрөлүк. Ошол жакта потенциалыбыз абдан чоң. Туристтик, маданий жана тарыхый жактан потенциалыбыз ошол жакта абдан күчтүү. Себеп дегенде мына Борбордук Азиянын дал ортосу болот. Бул Фергана, Тажикстан, Жибек жолунун бу жерде Самарканд, Бухара, тиякта түркмөн өзбектер, түркмөн туугандар туруп атат. Бул жакта Шымкент, мисалы Ташкент, мисалы Түркистан жакын болот атат дагы. Бул мындай айтканда баардык жактан Орто Азияны камтыган бир борбордук дал ортосу болот атат да. Мен сунушум ошол Жалал Абад менен Ошто өткөрсөк, абдан сонун турат. Аябай сонун бир сунуш бердиңиз. Чындыгында кийинки көчмөндөр оюну кай жакта өтөт билбейбиз, бирок бул ирет Астана калаасында, коңшулаш Казакстанда өтмөкчү. Чындыгында биз толкунданып турабыз, күтүүбүз аябай зор. Максат мырзаны болсо уга беребиз. Чоң рахмат сизге бүгүнкү күндө өзүңүздүн мына ушул тема боюнча айкын, ачык пикириңизди билдирип кеткениңизге. Эфирге келип, кымбат убактыңызды бөлүп, ойлоруңуз менен бөлүшүп, албетте пикириңизди, анан кеңешиңизди айттыңыз. Сизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо азыр кезекти керемет бир музыкага берели.
мәдени мұраның бір бөлшегі ғана емес, бүкіл түркі әлемінің тарихи символы. Барша қатысушы көз тіккен көшпенділер ойынында жеңіс көп болғай. Құрметті көрермен, қос ел достығы мен бірлігі жараса берсін, жасай берсін. Ұлы дала дүбірінде көріскенше. Күч биримдеги, рух биримдеги уранын астында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 5-ші рет Қазақстанда Астана қаласында өтөт. Биз өткөрүп жаткан боордошторубузга ийгилик каалайбыз. Бүгүн программанын алкагында көчмөндөр оюндары тууралуу кененирээк кеп кылдык. Биз менен чогулгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жар салганга жакшылыгыбыз, айтканга жакшы кебибиз болуп, эгиз элдин дагы бир орток баалуулуктарын ортого салып жолукканча барыңыздар менен коштошалы. Аман туруңуздар, көрүшкөнчө. Бар болуңуздар. Құдай көрсе